Mana жерде ДТП болды. Бізді ипрақ шығармақшы мынандай жағдайда. Қиын маған көрсету. Қиын болыпты. Екінші тараптың айтқан сөзіне соны негізге алып, олар осы жерден санап, бізді кінәлі қылып санап отыр. Онда бір мен. Міне біздің көліктің жағдайы осындай болып тұр. Міне наборшымен соққан көрініп тұр еді. Сәлем достар, қалдарың қалай? Енді бір шама уақыт болып қалды, видео шықпағалы каналға. Енді оның да бір өзінің себептері бар. Енді бастан бірнеше жаңағы қалай айтсақ болады, жағдайлар өтті. Енді сонымен бөлісе кетсем деп. Өйткені бұл аптада да қарасам, камерамен мен ешқандай видео шығарамайын деп тұрмын. Өйткені көрсететін дүние жоқ достар. Әлі былай ауыз толтырып айтатын жұмыс біткен жоқ. Бұйыртса ендігі аптада енді бір шама жұмыстарды сіздерге көрсететін боламын. Одан алдын енді осы видеодан өздерің түсінгендей, біз осындай бір түсініксіз деуге де келмейді негізі. Қалай айтсақ болады, қолайсыз бір жағдайға ұрындық. Енді бұл жерде біздің кінәміз жоқ деп ойлаймын. Видеоның шыққанында өзіндік бір себебі бар, сондықтан да осы сіздермен бөлісу керек деп шештім. Барлық моментті өзім түсіріп, өзім қарап, өзім жаңағы сол жерде жүріп басқасында. Енді көп сөйлемей, осыны сіздерге көрсетсем деп шештім енді. Енді достар, бұл жағдайға көп адам түсуі мүмкін. Ішінен енді керегін аласыздар деп ойлаймын. Өйткені бұл жағдайда біз енді бірнеше жаңағы заңсыздықтармен жолықтық, көрдік, жаңағы өзіміздің бастан кешірдік. Енді асықпай түсіндіре кетсем. Мына жерде ДТП болды. Мына қызыл көлік. Мына жерге жанына шығып кеткен ғой, мына көшеге. Жанына қарамай, мына жерге шыққан. Артынан келіп мына соқты біздің машина. Ана көліктің жаны соғылған мына жері. Мынаның мына жағы соғылған. Мына жерде. Бұл кісілер біз прақпыз дейді енді. Өйткені жаңағы скорость режимі сақталмаған. Алайда өздерінің шыққанын білмейді жолға қарамастан. Бір қарағанда достар, біздің көлік артынан кеп соқты. Сендер неправсыңдар деулерің мүмкін. Алайда енді біздің тараптың прав екеніне, жаңағы біздің тараптың дұрыс екендігіне мен 3 дәлел келтірейін. Енді оған бір жаңағы эксперт болудың да қажеті жоқ, профессионал болудың да қажеті жоқ. Жалпы ең бірінші себеп ол қызыл көлік парковкадан шығып келе жатыр. Қызыл көлік тұрған жер, яғни түсіріп тұрған камера, бұл супермаркеттің көлік тұрағына арналған жер. Екінші себеп, қызыл көліктің жаңағы басты жолға ешқандай ескерту шамдарсыз жолға шығып жатқаны. Үшінші себеп, қызыл көлік жолға жанын шығара тұра тормоз басқаны. Видеодан қарасаңыздар, ешқандай алдында бөгет жоқ, сонда да көлік жаңағы тежегішін басып көлікті тоқтатты. Бұл үшінші себепке жатады. Енді осы үш себептің өзі біздің тараптың дұрыс екендігін дәлелдей алады. Алайда біздің полиция қызметкерлері біздің тарапты дұрыс емес шығарып, сол тарапты прав қылып шығаруға енді барын салып тырысты. Замер басталды. Қазір осы жерден өлшейді. Ары қарай қазір видеода тұр. 2.85. Мына айтып жатыр. Жолда былай қарайсың. Сызып, біздің сызған артыңғы дөңгелектердікі, мына алдыңғы дөңгелектердікі. Ана қызыл көлік мына жерде тұрған. Соғылған жері мына жерде. Көшенің бойында. 3.60, я же говорю же, все смотрите сюда. Жанна жүріңізші бірге. Бірге жүріңізші ана жігітпен. Замерка туда. Бірге жүріңізші. Достар, енді мен бекерден түсіріп жатқан жоқпын. Енді бір жағынан осы ГАИ қызметкерлерінің қалай жұмыс жасайтынын да көріңдер. Мына жерде өлшеді. Отойдите аккуратно.
айтыңызшы. Ауыр, мен жұмысыма кедергі жасамашы. Мен жасап жатқан жоқпын кедергі. Мен себебін білейін деп жатырмын. Қазір кедергі жасап тұрсың мен. Себебімді білейін, сіз қазір онда бір... Сен кімсің вообще? Он ағасымын. Ағасысың ба? Жүргізушісің ба? Жүргізушімін. Жүргізушісің ба? ДТП-ға қатысың бар ма? Қатысым жоқ, бірақ мен болды ғой, кедергі жасамашы. Жоқ, сіз жаңағын дәлелдеп жүрсіз, айта салсаңызшы. Мен кедергі жасап жатқан жоқпын. Сіз кімсіз вообще дәлелдеп беремін? Ағасымын. Болды ғой енді. Енді көрсету қиын ба сізге? Жоқ, сізге көрсету қиын ба? Айтыңызшы. Сізге ДТП қатысыңыз жоқ, бар ма енді сіздің? жоқ, мен қатысым. Қиын маған көрсету. Қиын болып тұр. Қиын болып тұр. Мен кедергі жасап тұрсыз сіз жұмысыма. Қандай кедергі жасап тұрмын? Кәдімгідей мен жұмыс істеп жатырмын. Мен себебін сұрасам, сол кедергі ма сізге? Жұмыс істеп жатырмын, иә, кедергі жасап тұрсыз. Онда кейінірек сұрауға бола ма? Кейінірек сұраңыз келіп. Бұлардың бізді кінәлап тұрған жаңағы бабы, жаңағы заңы, ол ПДД-ның онда бір, иә? Онда бір 8. Иә, онда бір мен бізді кінәлап тұр. Бірақ онда бірді жақсылап оқысақ, жаңағы зерттесек, бізге керағар болып тұрса да бізді кінәлап тұр. Жаңа мен көрсеттім ғой, мына жерде болған ДТП. Тормоздың іздері мына осы жерден басталған. Мына жерден басталған. Шамамен 7-8 метр. Ал енді жаңағы екінші тарап оларға мына жерден деп көрсетті. Мына жерден тормоз басып келдің деп көрсеткен еді. Мына осы жерден санап берді олар. Жаңағы екінші тараптың айтқан сөзіне соған соны негізге алып, олар осы жерден санап, бізді кінәлі қылып санап отыр. Онда бір мен осы жерден бастап. Тормозной путь осындай болды деп, осындай мен санап беріп отыр. Отыр қазір. Ексен. Мінекей. Атақ көрініп тұр. Мына жерлерден. Осы жерлерден. Шамамен бір 8 метрдің ар жақ бер жағы болып қалады. 10 метрге жетпейді әйтеуір. Сото? Жоқ, айта бер, А, сото? Да. На, купуешь. Вот, Татья, эта схема. Можете для себя сфотать. Поговорим, да? Покажи мне. Читайте вот. Давайте прочитаем. Прочитайте сперва, потом мы прочитаем. Для себя прочитайте. Басқа схемасын алып келді да, енді басқа екен деп алып кете салды. Жазылған өздерің көрінді, мен түсірмаған басқа ем. Не үшін алып кеткен? Оны бөлек айтып өтетін. Енді қараңдар. Қандай болып жатыр. Енді осындайдан кейін қалай сенесің бұларға? Енді қалай айтсам? Ызам келіп тұр. Қысқа сөздің қысқасы, ызам келіп тұр. Бірақ бұл соңына дейін жеткіземіз. Енді достар, қызық жері енді басталды. Мен жаңа видеоны көрдіңіздер, ДТП-ның қалай болған. Енді бұл инспекторлардың протоколға жазған себебін тыңдап көріңіздер, қандай екен. Мына протоколға жазған сөздерінен кейін өзіңді ұстау енді мүлдем қиын болды енді шыны керек. Өйткені мүлдем шындыққа жанаспайтын сөздердің бәрін протоколға жаздырып, енді соған бізді қол қойдыртпақшы. Енді қай ойымен ондай протоколға жазғанын түсінбедім мына инспектордың. Неге олай жаңағы шешкісі келген, неге біздің тарапты кінәлағысы келген, енді шыны керек білмеймін. Бірақ енді солай істегісі келді, енді соны көріңіздер. Маркасы Toyota Avalon, мемлекет номер 069. Автокөлігін Алмалы ауылы Бекболат көшесімен солтүстік бағытта басқарып келе жатып, көлік тізгініне ие бола алмай, алдындағы маркасы Kia Soul, мемлекет номер 690 автокөлігіне соқтығыс жасады. Көлік тізгініне ие бола алмай қалды дейді. Білмеймін, видеоны көрдің ба десем, көрдім дейді. Енді қалай көлік тізгініне ие бола алмай қалды қара көлік? Toyota Avalon қалай ол көлік тізгініне ие бола алмай, ана көлікті соқты. Оның айтқысы келгені, достар, тағы бір ана сөздерін келтіріп жіберейін. Ол мына қара көлік Toyota Avalon келе жатып, бүйтіп рөлде ұстай алмай қалады, ана қызыл көлікті соқты деп тұрғаны ғой. Жаңа мен айтып өттім, осы біздің тарапта қалай да болсын кінәлі қылып шығарып, ана тарапты ақтап шығару бұлардың ойы, басты мақсаты сол ғана болды. Тоқташы, вообще қоймай ақ қойшы. Бере сал ручкасын. Келіспеймін деді. Танысудан бас тартасың ба? Болды. Қоймаймыз болды. Қолын қойып берсе жаздың ғой енді. Жоқ, қоймаймыз, брат.
Иә. Қазір ана жерде жазылған сен жазылғаның өзі дұрыс жазбағансың. Жоқ, үйретпеші. Үйретпеймін, просто сіздер келіспейсің ғой сол менің жазғаныма. Иә, келіспейміз. Келіспеймін деп Қол қоймаймыз. Қоймаймыз да, қолды да қоймаймыз. Болды. Қоймаймыз. Сол күйінше қала берсін. Сіздер сол қол қоймады деп қоя салыңыздар. Жоқ, енді қол қойып, жаңа танысудан бас тартасың ғой. Қол қоймаймыз бірақ. Бас тартады деп жазамын. Жоқ, қолмай ақ қой, болды. Бас тартасың ғой. Қол қоймаймыз, болды. Қол қоймаймын, болды. Танысудан бас тартасың ғой. Просто мен танысудан что-то... Жоқ, танысқан кезде сіз дұрыс жазбағасыз. Сол себепті біз қол қоймаймыз. Таныстырғанда дұрыс жазбағасыз. Қоймаймыз, болды. Мен танысудан қол қоймаймын. Мүлдем дұрыс жазбағасыз, жаңа таныстырғанда да көлік тізгініне ие болмай қалды дейді. Сонда біз кінәлі болып тұрмыз ғой, көлікті. Сонда бір жер ақау болды деген сияқты. Біздің алдымыздан шыққан жоқ көлік. Просто біз бармен соға салды. Видео тұр ғой, қазір мен осыдан кейін видеоны қоямын мына кісіге. Чтоб бұл кісі де ертең өзі көретіндей болсын. Несі көрем мен. Қорқытпай ақ қойшы маған. Қорқытпайын, болды. Бүйтіп маған камераңды ұстап. Болды. Енді өздерің көргендей схемада да дұрыс жазылмады. 22 метр деп болған, келіспейміз дедік. Қолын да қоймадық. Одан кейін барып, жаңа протоколға да келіспедік. Келіспейміз деп те қол қойған жоқпыз. Енді ары қарай біздің соған тырысты ма, жоқ әлде соған жынданды ма? Бұл жерде жаңа ДТП болған жағдайда екі көлікті алып кету керек. Олар екі көлікті емес, тек біздің көлікті ғана алып кетті. Білуімше, ДТП-да екі көлікті де алып кету керек. Жаңағы келісім болмай жатса, жаңағы екі тарапты да жаңағы өзім правтым деп жатса, ол кезде екі көлікті де алып кету керек. Жоқ, бұлар біздің көлікті ғана алып кетті. Ол біздің көлікті алып кеткен мейлі жарайды. Эвакуатор шақырды өздері. Сол эвакуаторға артып жатқан кезде біздің көлікті құлатып алады. Жарық болды. Енді мына жерде анық көрінеді. Мен кешеден бері мына жер деп айтып жатқан жерім, міне қара басталған жер. Міне. Олар мына жерден деп қойды. Мыналар солардың сөзін сөйлеп тұр, оған ешқандай негіз жоқ, ешқандай сомнение жоқ оған. Қанша болады сұрасаң? Сотқа дейін ба? Сотқа дейін дейді. Біз не правпыз ғой, Арон, біз не правпыз, Өзі айтып тұр. Я деп айтамайды бірақ. Өзім дәті жетпей тұр ғой, басын еп қана қояды. Міне. Эвакуатормен алып кетіп, тағы да осындай вообще жаман неге халге жеткізіп жатыр. Молодецтер. Атып жатыр. Смотрели, С этой стороны данный гражданин смотрит. Мен арғы бетте, сенің бетте тұрдым сол жақта. Енді қара, маған жауып жатыр енді. Енді маған жауып жатыр осы. Мына инспекторлар тек қана осы біреуге жаууды ғана біледі ғой бұлар. Біреуге жаууды ғана. Хорошо. Мына беті көтеріліп, мына беті асы тиіп қалды. Мына жағын бәрі. Мына қазір арттарынан жолға шықтық. Штрафстоянкаға барып, қазір түсіріп, аман есен тапсырып кететін боламыз. Ары қарай енді не болады, қалай болады көресіңдер. Достар, енді 8 сағат болды. Мына 9 сағатқа кетті. Осылай жаңа, осы ДТП-мен осылай болып жатқанына. Мына штрафстоянка деген жерлеріне келдік енді. Арттарын айдап келе жатырмыз. Заводтың шмелі штрафстоянка. Түсініксіз енді. Келдік мына несіне. Мені кіргізбеді енді ішіне қарай. Тек водитель кіру керек дейді. Штрафстоянкасы қаскелеңкі. Түріміз деген әбіршіп кетті. 9 сағатқа кетті. Далада отқанымызға осыларды күтіп. Я жоғында шеше алмады нақты. Мейлі. Бүгін де өтер. Тағы бір қызық болып тұр. Өздері эвакуатор шақырып алып, эвакуатордың ақшасын бізге қосып тұр ғой қазір. 15 мың теңге төлейсіңдер дейді саған. Не деген адамдар мен таң қаласында. Бізге төлетпекші сол жаңа ананы. Біз шақырған да жоқпыз, айтқан да жоқпыз. Біз шақырамыз. Өздерің бұл ақша тұрады десе, біз өзіміздің арзандау біреуді шақыратын едік. Бәрібір на тұрған жерге 19-дан 5 мың теңге алып келіп, өздеріңкін шақырып, ақша істетіп отыр еще. Ризасыңдар ма? Одаға бардық. Кешегі инспекторларға әнімнің есін өткізіп, жаңағы
куәлігін, жол жүру куәлігін. Енді жаңа схемаға, протоколға ешқайсына қол қойған жоқпыз. Енді былайша айтқанда достар, мен бәрібір сол өз шындығымда тұрмын да. Бұл жаңа инспекторлармен қазір уже кішкене басылып, байсалды, енді салмақты сөйлестік. Олар да 100% сендер кінәлісіңдер деп те айтамай тұр. Бірақ бізді айыпты деп шығарды. Енді біз келіспейтінімізді айттық. Сондықтан енді достар, енді амал жоқ. Енді қазір қорғаушыны жалдаймыз. Қорғаушымен ары қарай сөйлесетін боламыз. Содан кейін барып не болады? Біз ұтылсақ та бұл кезде уже жаңағыдай қалай айтсам болады, ренжімейтіндей болу керек та, бәрін соңына дейін көру керек. Енді достар, бұл моменттің бәрі түсіріп атқан себебім кез келген адам түсуі мүмкін. Сондықтан бір жер емес, бір жерінде сабақ аласыңдар деген ниеттемін. Бір апта дегенде мына рұқсат қағазда штраф стоянкадан машинамызды алып кетуге бір апта дегенде зорға алдық. Енді бір апта бойы жаңа материалды өткізбей, әйтеуір бүгінде енді зорға өткізіп, осы құжаттарымызды алып кетіп бара жатырмыз. Қазір көлікті алып кететін боламыз. Қызықтың бәрі енді басталады. Қазір бізге штраф стоянкадегілер жаңағы эвакуатордың ақшасын төле дейді. Көрейік қазір қалай төлететінін. Енді егер де біз өзіміздің сөзімізде тұрамыз, оны төлемейміз. Жаңа шақырған инспектордың өзі төлеп алатын болады оны. Өйткені біз оған шақыр деп те айтқан жоқпыз, өзіміз алып кетеміз деді. Өздері қалай алып кетті, солар төлеп алатын болады. Соңына дейін тұрамыз, өйткені біз алдында барған кезде олар бізге ешқандай чек береміз деген жоқ. Чек берсе біз төлейміз, чек бермесе төлемейміз. Келдік біздің машинаға алып кетуге. Күндіз мынандай жағдайда отыр. Енді өте қатты жарақаттанған. Бейшара, Авалон не көрмеді. Қай жерінде жел шыққаны бұл? Жүре алсың ғой, жел шықпаған қатты. Болады жүруге. Пока жүресің, жолдан сәл не боласың да. Бамперді не істейміз, скотч жоқ па сенде неде? Скотч алда, неяқа қатты тартып, неяқа скотчтап қоя салайық. Скотчты алшы, мынаны алып қой, небі тартып аланы. Анасын. Жоқ, оны емес, мынаны тартып ал. Аккуратно, сындырмай. В общем, достар, біз ешқандай эвакуатордың ақшасын төлеген жоқпыз. Жаңағы Рауан деген жігіт негізінде сол төлеу керек, өйткені сол шақырды. Бұл жерде эвакуатордікі де емес. Инспекторлардың істеген тірлігі бәрі. Қазір бисмилля деп оталдырам. Оталды. Енді қозғалтқыш жаққа қатты тимеген деген ниеттеміз, капотты ашамадық. Капот қысылып қалған. Енді аман есен айдап барасың, енді ақырын жарема, абайлап. Енді бір мәселе шешілді әйтеуір, кеттік, айып тұрағын. Енді ары қарай не болады, сотта шешілетін болады, оны міндетті түрде көретін боласыңдар достар. Менің пайымдауыммен бұйыртса біз ұтамыз. Давай, абайлап жүр, үйге жетіп ал аман есен.